Аяқ қолдарын бұтақтар жырып, қанап, ауыртып келе жатқанына қарамай Лаура әлі жүгіріп келеді. Артына қарауға да шамасы жоқ. Бар ойы сол үйден қашықтап, Мараттың қолына қайта түсіп қалмауды ойлаған қыз жанұшыра жүгіріп келе жатып, бір нәрсеге сүрініп ұшып түскенде, бір қолы күрт ете түскендей болды. Бірақ оны да елең қылмаған Лаура қайта тұрып жүгіргісі келіп еді. Онымен бір қолмен жерді тіреп, орнынан тұруға әлі келмеді. Құлағанда күтір ете түскен қолы бұлаңдап қалыпты. Қолының шығып кеткенін білген соң қыз сонда ғана аздап есін жиғандай болып, ауырған қолын бауырына жинап, еңіреп жылап отыра кетті. Жылап отырып, артына қарап еді. Ауылдан біраз қашықтап кеткен екен. Айналада тірі жан жоқ. Қыздың шарасыз қалын ұғынғандай болып үнсіз ғана мүлгіп тұрған түннің қою қараңғылығы бар сырды ішіне бөгіп үнсіз сазарып тұрғандай. Әшейінде алаңсыз, бақытты күн кешкен өз үйінде мұндай қараңғы түні қасынан біреу ермесе далаға жалғыз шықпайтын қызды бүгінгі қою қараңғы түнек түк қорқыта алар емес. Бар ойы қапезер кеусімақтан құтылып өз үйіне жету болған Лаура сәл есін жиған соң ауырған қолын сыртынан сипалап отырып, көзімен көлік жүретін жолды іздестіріп жан-жағына қарай бастап еді. Өз ауылына қарай жүретін жолға әне бір қашық тұрғанын көріп, кішкене болса да жүрегіне үміт оты оянғандай болды. Ауырған қолын сау қолымен сипалап жүрген қыз жүрегі аузына тығылып, сыртына шығып кетердей болып соғып тұрса да, сәл аялдап алуға, Мараттың қолына қайта түсіп қалу қаупі төніп тұрғанын ойлап, алға қарай ентігіп, жүгіріп жолға жеткен соң, демін бірақ алды. Түн ортасы болғандықтан, алай-бұлай өтіп жатқан көліктер де жоқ. Жол бойы тып-тыныш болып, үнсіз мүлгіп жатыр екен. Манадан ет қызуымен ештеңе сезбепті. Сынған қолы көп болып үсіп бара жатыр екен. Сипауға да көнер емес. Сөйтіп, қанша отырғаны белгісіз. Бір уақытта алыстан көліктің дірілдеген шамы көрінгенде, Лаура отырған орнына ұшып түрегеліп жолдың ортасына тұрып, сау қолын көлікке қарай ербеңдетіп, бақырып, жылап қоя берді. Ағайынның қуанышты тойынан түнделетіп қайтып келе жатқан Асқарбек елсіз жолда қолын ербеңдетіп өзіне қарай жанұшыра айқайлап жылаған қызды көргенде шошып кетті. Әуелде жын пері елестеді ме деп ойлаған жігіт ағасы көліктің педалын басып машинаны баяулатып көзін уқалап жіберіп қайта қарады. Жылап тұрған жас қыз сияқты. Бойын қорқыныш билеген Асқарбек көлігін тоқтатуға жүрегі дауаламай қыздың қасынан өтіп кетуге бекініп еді. Онымен ағатайлап еңіреген қыз тоқтамаса көліктің астына түсердей ентелеп келе жатыр екен. Амалсыз тоқтауға мәжбүр болған Асқарбек көлігін тоқтатып жерге түскенше әлгі қызда: ағатай, мені ауылға ала кетіңізші, өлтірмесеңіз мені ала кетіңізші деп аяғына құлай кетіп еңіреп ала жөнелгенде барып, ауылда Шәкірдің көрші ауылға тұрмысқа шыққан Лаура қызы екенін жазбай танып шошып кетті. Түн ортасында үсті басы қан-қан, беті көгерген, қолы сынған қыздарын Асқарбек алып келгенде, Шәкірдің отбасы шошып кеткендерімен мән-жайды толық білген бойда учаскелік милицияға хабар беріп, дәрігер шақыртып, у-шу болды. Лаураны жақында ғана алып қашып кетіп, өзіне жар еткен өз күйеуі аяусыз соққыға жығыпты. Осыдан кейін қанша қорлық көрсе де, әжесінің тәрбиесін көріп, қыз бала барған жеріне тастай батып судай сіңіп кету керек деген сөзін құлағына құйып өскен қыз барған жерінде қанша қорлық көрсе де, үйіндегілерге айтпай келген екен. Ал сол түні Лаураның ата-енесі көрші ауылға тойға кеткендіктен, күйеуі әйелін жылу батареясына байлап қойып, білгенін істеп жатқанда, Мараттың достары келіп қалып, Марат солармен жолығуға шығып кеткенде, Лаураның ебін тауып терезеден қашып шыққан бет екен. Жаздың бір жаймашуақ кешінде группаластарымен бас қосуға барып, алып қашудың құрбаны болған қыздың барған жерінде көрмеген қорлығы қалмапты. Мұны естігенде үйдегілердің бәрі Лаурамен бірге күңіреніп, бірге жылады. Әуелде мектепті енді ғана бітіріп, оқуға жаңадан түсіп, бірінші курсты оқып жүрген қызын
көрші ауылдың жігітінің алып қашып кеткенін естіп, қыздың артынан қуғыншы болып барғандарында Лаураның: «Мен бұл үйге өз еркіммен келген жоқпын, мені тастамаңдаршы, бұл жігітті танымаймын» деп еңірегеніне қарамай тастап кеткеніне анасы өзін кінәлап бір жылап алды. Лаураны әке-шешесі мен бауырлары дәрігерге қаратып сараптама жасатқан соң, денеге түскен ауыр зақым деген анықтама алып, Мараттың үстіне сотқа арыз берді. Сотта Мараттың Лаураға жасаған барлық зорлық-зомбылығы дәлелденіп, мойнына қойылған соң, жігіт 8 жылға бас бостандығынан айырылып, темір торға тоғытылды. Күйеуден көрген жәбірінен құтылған Лаура емделіп, өзіне келген соң, араға уақыт салып, кезінде ата-енесімен күйеуі жібермей қойған оқуына қайта оралып, оқуын жалғастырып та кетті. Сол уақыт аралығында Лаураның әкесінің інісінің қызы Балжан тұрмысқа шықты. Балжан Лаурамен жасты болатын. Кезінде Лаура мектепті жақсы аяқтап, ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп, оқуға түсіп кеткенде, Балжан оқуға түсе алмай қалған еді. Өзімен жасты туысының жолы болғыштығын әуелден көре алмайтын Балжан Лаураны іштей жек көретін. Балжан жақсы жерге күйеуге шығып алған соң, күйеуден қайтып келген Лаураны мысқылмен қарап, реті келсе әжуалап, жүрегін ауыртумен болды. Тіпті Лаураны менсінгісі келмейтін кейіп танытып, Лаураның сұрақтарына жауап та бермей қоятын. Осының бәріне Лаура ренжігенімен, қайтып келген қыз жаман деген осы ғой деп іштей ғана күрсініп қоя салатын. Сөйтіп жүргенде Лаура 2-ші курсты да аяқтап қалған еді. Бір күні сабақтан шығып, үйге қайтып келе жатқанда, қасына жеңіл көлік тоқтап, көліктің ішінен ең кездердей 4 жігіт түсті де, әлгілер Лаураны шыңғыртып айқайлағанына қарамай, көлікке атып ұрып, көлікті қыздырып орнынан тез қозғалып кетті. Сөйтіп Лаура тағы да алып қашудың құрбаны болып, 2-ші рет келін болып босаға аттады. Лаура өзін алып қашып келген жігіттің кім екенін білген бойда: «Сен менің бұрын тұрмыста болғанымды білмейсің ғой, мен күйеуден қайтып келген адаммын» деп еді. Жігіт те: «Иә, мен сен туралы бәрін білем, мен де сен сияқты ажырасқан адаммын» дегенде, өмірінде бір рет көрмеген еркектің өзін танитынына таң қалған жасыра алмаса да үнсіз қалды. Лаураның артынан тағы да қуғыншылар келді. Бұл жолы да қыздың артынан келген жеңгесі Балжанның мамасы Мәрзия екен. Мәрзия жеңгесі қуғыншы болып келгенімен де, бұл үйдегілердің бұрыннан танитындай көріп, Лаурада бұған тым түсіне алмады. Басқа бөлмеге кіріп, Лаураның ата-енесімен күбірлесіп ұзақ сөйлескен жеңгесі бөлмеден көңілді шықты. Кетіп бара жатып қайынсіңлісіне: «Ата-енең жаман адамдар емес екен. Сен енді осы үйдің келіні болдың. Бұл үйдің адамдары не айтса да көніп, отымен кіріп, күлмен шығуға тиіссің» деп ақылын айтып тұрғанымен, Лаураға жеңгесі өзіне мысқылмен қарап тұрғандай болғанын сезгендей болып, жүрегі дір ете түсті де, сыр бермей, үнсіз ғана басын изеп қала берді. Үйіне қайтқан Мәрзия Лаураның ата-анасына қыздарың өз келісімен барған екен деп айтып барыпты. Оны естіген анасы қызының осы уақытқа дейін жігітпен кездесіп жүрмегенін білетін болғандықтан таң қалғанымен ештеңе айта алмай, іштей қызына бақыт тілеумен ғана шектеліп, құдаларына қызының бұрынғы барған жерінде тойы болмағанын, той рәсімін өткізулерін айтып өтініш жасады. Құдалар жағы уәделерін орындап, той жасап, 2 жастың некесін қидырды. Араға 3 ай салып, Лаураның құрсағына сәби бітіп, аяғы ауырлады. Ата-енесі жаман адамдар емес екен. Лаураға қысым жасамай түсіністікпен қарады. Есесіне Лаураның бұл күйеуі де еш жерде жұмыс жасамайтын жалқау біреу екен. Күні бойы ұйықтап, түнімен арақ ішіп, қаңқитын біреу болып шықты. Еш жерде жұмыс жасамайтын күйеуінің араққа ақшаны қайдан табатынын біле алмаған келіншек 1-2 рет өзінен сұрап еді. Онымен араққа сылқиып тойып келген есерсоқ күйеу: «Мені тексердің» деп әйелін сабап, басынан күрекпен ұрып, өлімші еті соққыға жықты. Сол күннен бастап басының қатты соққы алған келіншектің бір құлағы естімей қалды. Алайда бір күйеуден ажырасып, ата-анасын жерге қаратқанын ойлағандықтан келіншек қанша таяқ жесе де
бұл үйден кетіп қалуға бата алмай барынша шыдап бақты. Сөйтіп жүргенде күйеуінің жұмыс жасамаса да ақшасы жүрмейтінін сезген келіншек күйеуінің қандай жолмен ақша тауып жүргенін өзі білмекке жұмыстанып аңдуға көшкен болатын. Күні бойы ісіп кеуіп ұйықтаған күйеу кешкі асын іше сала жиналып шығып кеткен бойда ата-енесінің төсегін салып берген келіншек күйеуінің ізінен ере шықты. Күйеуі үйден шыққан бойда ауыл арасына қарай емес, ауылдың сыртына қарай беттеп бара жатыр екен. Бұл уақыт әлдеқашан күн ұясына кіріп қас қарайған мезгіл болатын. Ауылдың сыртында шыққан жігіт сол бойы тоқтамастан ауыл шетінде тұрған көп молаға қарай бет түзеді. Лаура да бүгежектеп күйеуінің артынан қалар емес. Жігіт сол бетімен тоқтамастан мола басына жеткенде қолдарына күректері бар бірнеше жігіт өре түрегеліп бәрі қол алып амандасты. Сүт пісірімдей уақыт күбірлесіп тұрып қалған жігіттер біраздан соң өлгендердің қоршауларын бұзып мұқияттап бір жерге жинай бастады. Мынандай сұмдықты көріп өз көзіне өзі сене алмай тұрып қалған келіншектің есіне ауыл адамдарының ауыл шетіндегі молалардың қоршауы ұрланып жатыр деген әңгімелері ойына оралып, сол пәленің бәрін істеп жүргендер осылар екенін бірден білді. Жігіттер күбірлесіп жүріп қоршауларды бұзып болғанда ауылдың шетінен молаға қарай келе жатқан көліктің жарығы түсіп, ол көлікте лезде мола басына жетіп, қоршауларды көлікке тией бастағанда аяқ-қолы дірілдеген келіншек кері оралды. Келсе, ата-енесі ұйықтап қалған екен. Көзімен көрген сұмдықты ұмыта алмаған Лаура түнімен көз ілмеуден бешіп жатып, мұны таң атысымен атасына айтып беру керек деп шешті. Таңертең келіннің аузынан баласының айналысып жүрген кәсібін естігенде атасы түтігіп отырып, бәсе, бір шикіліктің бар екенін сезушем, осы ұрлыққа сол баланың қатысы бар-ау деп күдіктенуші едім деп біраз отырды да, бұл бала бізге бағынуды әлде қашан қойған, жазасын өзі тарта жатар, айналайын, сен ештеңе көрмеген бола қойшы деп жалына қарағанда шарасыз күйде тұрған атасын аяп кеткен Лаура үнсіз ғана бас изеуге мәжбүр болды. Араға бірнеше ай салған Лаура өмірге сәби әкеліп қыз балалы болғанда күйеуі тағы өлесі мас болып Лаураны өлімші қылып сабап тастады. Қанша соққыға жығылса да шыдап төзіп жүргенде арада тағы бір жыл өтіп, сәбилері жастан асқанда күйеудің ұрлығы әшкерленіп, ол да бірнеше жылда арқалап темір тордың артына кете барды. Бұл жолы күйеудің адам болмасын көзі анық жеткен келіншек сәбиін жетектеп өз үйіне қайтып оралды. Үйіне қайтып келген келіншек анасына қызын табыстап жұмысқа тұрды. Қызы өз үйінде алаңсыз өсіп жатқанымен Лаура ата-анасымен бірге тұратын туған аға жеңгесіне қатты қысылатын тұғын. Оның үстіне ағасының 5 бала шағасы бар, көп балалы отбасы еді. Сөйтіп жүргенде Лаураның бір жұмыстасы тағы біреумен таныстырды. Танысқан жігіті томаға тұйық, момын жігіт екен. Жігіт Лаураға әрі ұнап қалғандықтан, әрі үйдегі ата-анасы мен аға жеңгесінен қысылып жүргендіктен үйленуге ұсыныс айтқанда қарсы болмай бірден келісімін беріп, Лаура үшінші күйеуге тиді. Алайда бұл жігітте жұмыс жасауға ебі жоқ біреу екен. Екеуі үйленген күннен бастап жұмыссыз күйеуін өзі асырап жүріп, бұдан тағы бір қыз туып алды. Жігіттің баспанасы жоқ екен. Екеуі пәтер жалдап бөлек тұрды. Бұрын Лаураның табысына қарап күн көріп отырған отбасының Лаура декреттік демалысқа қалған соң жағдайы тіпті нашарлай бастады. Қызы мен күйеу баласының ішерге астары жоқ екенін көрген шеше байғұс зейнетақысын алған бойда осы үйге толтырып тамақ әкеліп тастайтын. Сөйтіп жүріп қызы шағымдана бастаса, жігітке мешке деген атақ жақсы емес дегендей, қызымыздың бірнеше күйеуден қайтып келіп отырғаны, әкең екеуміздің сүйегімізге таңба, өзіңді ұрып соқпаса қалғанына шыда қызым, бірдеңе етіп аш қалдырмаспын, тамағыңды жеткізіп тұрармын деп Лаураға шешесі басу айтумен болатын. Араға бір жылдай уақыт өтіп, кішкене қызы жасқа толған соң сәбиін бала бақшаға беріп Лаура жұмысына шықты. Анасына салмақ сала бермей, отбасын өзі асырау үшін Лаура таңнан таласа жұмысқа кеткеннен қас қарая шаршап шалдығы оралатын. Сондай кезде еріншек күйеу
Қызын бала бақшаға да апармай түске дейін ұйықтайтын болған соң, бірінші күйеуден туған қызы сіңлісін бала бақшаға өзі тасып жүрді. Осының бәріне шыдамы таусылып, іштей күйзеліп жүрсе де келіншек анасының ақылынан асып кете алмағандықтан өзін шыдауға мәжбүрлеп, амалсыздан үнсіз қалатын. Сөйтіп жүргенде күйеуінің үлкен әпкесі бір себептермен күйеуімен ажырасып, баратын жері болмай екі баласы, бір қызы және бір келінімен бұлардың жалдап тұрған пәтеріне кіріп қоныстанып алды. Бастапқыда уақытша ғана тұрамыз деп келген әлгілер бұл пәтердің иелерінің жайлы екенін біліп алып, бір жолата орнығып алып, бөлек кетуді естерінде шығарған еді. Азанмен жұмысына кететін келіншек тас қарая ғана үйге оралғанда, үйдегілер үйді жинап қоймақ түгілі тамақ та әзірлемей Лаураны күтіп отыратын еді. Бұл келгенше екі қыз да кір-қожалақ болып, аштан аш отырушы еді. Келе сала тамақ дайындай жүріп, әрі ыбырсаған үйді жинастырып, әрі қыздарының үстін бастарын тазалап, кір-қондарын жуатын келіншектің шыдамы таусылуға жақындап, жүйкесі сыр бере бастағанымен, қайын әпкесіне қарсы сөйлеуге бата алмайтындығын, қайын әпкесі бұрыннан шылым шегетін, енді бұл үйге келгеннен бастап күйеуді ұмытам деген сылтаумен арақ ішуді бастап, келіні келгенде қызара бөртіп отыратынды шығарды. Лаураның күйеуі жұмыс жасамаса да бұрын арақ ішпейтіндігін, енді әпкесіне Ербол да арақ ішіп бастады да, Лаура үйге келгенде екеуі бірдей қызара бөртіп отыратынды шығарды. Осының бәріне шыдамы таусылған келіншек оңашада анасына күйе болмай жүргенін айтып көріп еді. Өзіңе ұрынбаса тыныш жүр. Енді күйеуің әпкесін қалай қуып жіберсін? Бауыр емес пе? Бір кездері өз ризалықтарымен кете жатар деп қызын сөйлетпей тағы да тиіп тастаған соң Лаура бұл әңгімені қайтып қозғамады. Сондай күндердің бірінде Лаура күйеуінің сау отырғанын пайдаланып, ең болмаса үйге шылым шекпесеңдерші, үйде кішкене балалар бар ғой, соларды неге ойламайсыңдар? Сендердің ана отырыстарыңды көрген қыздар не тәрбие алады деп бастап келе жатыр еді. Сен менің әпкемді біздің үйде жүрген көре алмай отырсың ба? Деп өзіне тап беріп, сол жерде ұрыс басталып кетті де, әпкесі де інісіне келіне айтақтап, інісіне қосарлана айқайлап берді. Содан не керек? Сол айқайдың үстіне күйеуі Лаураны өлімші қылып сабап, санына қайшы тығып алып, Лаура ауруханаға түсті. Жедел жәрдем көлігі келіп, келіншекті алып кетуге жиналғанда, қалатын алуға асаңдап келесі бөлмеге барған әйелінің ізінен ере кірген күйеуі. Егерде бұларға менің қайшы тыққанымды айтатын болсаң, ана үлкен қызыңды аман көрмейсің. Өлігі түгілі сүйегін таппайтындай қылам деп қорқытып үлгерді. Күйеудің әлгіндей сөзін шошынған келіншек дәрігерлерге көрпе тігіп отырып байқамай аяғыма қайшы тығып алдым деп өтірік айтуға мәжбүр болды. Бірнеше күн ауруханада жатқанда артынан қайын әпкесі мен балалары іздеп те келмеген еді. Сөйтіп жүргенде аяғының жарақаты жазылып, үйге оралған келіншек есікті қағып еді. Есіктің ар жағынан сағалаған әпкесі: "Сендей ауру қатынның бізге керегі жоқ. Киімдерің мен қыздарыңды үйіне апарып тастағанбыз" деп айқайлап үйге кіргізбей қойды. Өз есігінің алдында кіре алмай түн жарымына дейін тұрған келіншек ұяттан өртенсе де тағы әкесінің үйіне қайтып келді. Сөйтіп жүргенде Лаураның басы ауырып, жиі жатып қала беретін болды да анасы емшіге апарып еді. Қызды тексеріп болған әлгі адам: "Қызыңызға дуа жасалған екен. Бұл дуаны салған әйел өз туыстарың дей отырып, дуа шырыммен бе, әлде сүтпен бе, әйтеуір сұйық тамақпен беріліпті" деді. Емші осыны айтқанда әшейінде өзін жақтырмай суық қарайтын Мәрзия жеңгесінің бір-екі рет мұны үйіне шақырып шырым мен семішке берген есіне сап ете түсіп, сол жерде бәрін емшіге баяндап берді. Сол күннен бастап әлгі емші Лаураны өзі емдей бастап еді. Шынымен де бірнеше айдан соң Лаураның жағдайы түзеліп, басының ауырғаны қойып, тамаққа тәбеті де ояна бастады. Бірақ көп кешікпей Мәрзия жеңгесі ауырып, күннен күнге солып, қаншама дәрігерлердің табалдырығын тоздырса да ауруының шипасы табылмай, араға 4-5 ай салып өмірден өтіп кете барды. Ал Лаура болса, өзінен 20 жас үлкен адаммен бас қосып, ол кісіге де тағы бір қыз туып берді.
Келіншектің бұл адамы басынан талай қиындықтар өткен, өмір көрген, тәрбиелі жан болып шығып, Лаураның екі қызын да өз қамқорлығына алды. Қазір Лаураның уайымы жоқ, тұрмысы жақсы, қыздары өздерімен бірге. Ал Балжан құрдасының барған жері жақсы болғанмен, бойына біткен тұңғыш қызы естімейтін, сөйлемейтін мылқау болып туылды. Кезінде біреудің бақытын қызғанып дуамен өмірін құртам деген ойы Мәрзия марқұмның өз ұрпағына оралып жатыр ма, кім білсін. Бақытты боламын деп өз бақыты үшін күрескен Лаура болса, араға 20 жыл салып әрең дегенде бақытын таба алғанына күніге Аллаға мың шүкіршілік айтумен күн кешуде. Соңы